Құрметті ата-аналар, құрметті бүлдіршіндер, бүгінгі күні сіздерге арнап мен үш ауыз ақыл сөз атты ертегіні оқып бермекшімін. Ал кәнеки тыңдайық. Ертеде бір байдың жалғыз баласы жылқы бағып жүрсе, бір адам келіп: «Балам, бір үйір жылқы берсең, мен саған үш ауыз насихат сөз үйретейін» депті. Бала тұрып: «Құп, берейін, үйретіңіз» дейді. Әлгі кісі: «Балам, су ішкен құдыққа түкірме, ертеңгі асты тастама, оң қолың төбелес бастаса, сол қолың арашасы болсын» дейді. Бала бір үйір жылқы береді. Әлгі адам жылқыны айдап өз жөніне кетеді. Кешке бала үйіне келеді. Әкесі: «Мал аман ба?» дейді. Баласы: «Мен үш ауыз насихат үйреніп, бір айғыр үйір жылқы бердім, басқа мал аман» дейді. Әкесі ашуланып баласын қуып жібереді. Әкесінен түңілген бала жаңадан үйленген аяға ауыр жас келіншегіне: «Сен мені күт, әкемнің бір үйір жылқысын үш үйір жылқы етіп қайтаратындай қазына тауып қайтып келемін» деп қоштасып жолға шығады. Бірнеше күндер далада қаңғырып жүріп бір қалаға келеді. Қаланы аралап жүріп ханның ордасына кездеседі. Ханның нөкерлері мұның жат жерден келген бөтен адам екенін сезеді де жөн сұрайды. «Неғып жүрген адамсың? Жұмыс істемейсің» дейді. «Денім сау, неге жұмыс істеймін? Жұмыс табылса істейін» деп жауап береді. Нөкерлер қанға келіп: «Бір жолаушы жас бала жігіт, өзі ақылды, есті көрінеді, қызметші болғысы келеді» дейді. Қан шақыртып көрсу, бой сымбатты, түрі әдемі бала жігіт екен. Қан мақұл көреді: «Сен менің есігімнің алдында күзетші болып тұр» дейді. Бала есік күзетшісі болады. Бұл екі ортада Қанның әйелі бұған ғашық болады. «Мен сендік болайын, ойнап күліп жүрелік» деп ертеңгі кеш айналдыра береді. Бала Қанның әйелінің сөзін ағызады да көңіл ауады. Бірақ көңіл ауса да әкем мені неге айдап жібереді? Бір айғыр үйір жылқыны неге бердім? Шал сусын ішкен құдыққа түкірме деген еді ғой деп оның үйреткен сөзін есіне түсіреді. Қанның әйеліне көнбейді. Баланың болмайтын біліп, Қанның әйелі күдірісіп: «Мына жаңа жүрген жаман шірік мені қойның ал деп қоймайды» деп Қанға шағыстырады. Қан ертең оны өлтірмекші болып көміршілеріне: «Ертең кім бұрын келсе, соны отқа салыңдар» деп бұйрық береді. Сонан соң Қан балаға: «Ертең барып көміршілерден бір қап көмір алып кел» деп бұйырады. Бала ертетіп көміршілерге жүгіріп бара жатса, бір кемпір алдынан шығып: «Ей балам, дәм татып кет» дейді. «Жұмысым асығыс, Қанның жұмыс ет» деп бала кете берген. «Балам, уақыт әлі ерте ғой» дейді кемпір. Сонда баланың есіне жылқы алған қарттың насихаты түсе кетеді. Кемпірдің үйіне дәм татқалы кіреді. Сол екі арада Қанның әйелі баланы бір көріп қалғысы келіп соңынан жүгіреді. Қанның әмірін орындауға әзірленіп тұрған көміршілер жүгіріп келген әйелді ұстай алып, жанып тұрған отқа тастап жібереді. Кемпірдің үйінде тамаққа алданып қалған бала көміршілерден бір қап көмірді ала сала жүгіріп үйіне қайтып келеді. Қан оның тірі қайтып келгенін көріп таңданады. Қараса, Қан ордасында әйелі жоқ. Әркімнен сұрайды, ешкім білмейді. Бала неғып аман келді деп көміршілерден Қан сұратады. Көміршілер: «Қанның өз жарлығымен Қанымды отқа тастадық» дейді. «Мен баланы отқа салуға бұйырып едім ғой. Бала, сен жәдігөймісің» деп Қан балаға қаһарланады. Сонда бала: «Тақсыры, менің бір қасық қанымды қисаң, сөздің расын айтайын» дейді. Қан рұқсат етеді. Бала: «Тақсыры, мен бір байдың баласы едім. Жаңадан үйленіп едім. Далада жылқы бағып жүргенімде бір адам келіп: «Бала, бір айғыр үйір жылқы берсең, үш ауыз насихат сөз үйретемін» деді. «Мақұл, бір айғыр үйірді жылқы берейін дерейін, үйрет» дедім. Сонда әлгі адам: «Балам, суын ішкен құдыққа түкірме, ертеңгі асты тастама, оң қолың төбелес бастаса, сол қолың арашашы болсын» деп еді.
Міне соны үйреніп кешкі үйге келген соң осы сөздің бәрін әкем айтып едім, ол кісі мені ұрып соғып үйден қуып жіберді. Содан тентіреп сіздің алдыңызға келдім. Қаным мені ертелі кеш менімен ойнап күл деп тынышымды алды. Ойнап күлейін десем, бір айғырлы үйірді шылқы беріп, үйренген насихатым есіме түсті де, өзім су ішкен құдыққа түкіргім келмеді. Сіз көміршілерге баруға бұйырған соң, қапталып кетіп бара жатқанда бір кемпір даяр тұрған дәм татып кет деген соң, ертеңгі дәмді тастама деген насихат есіме келіп, кемпірдің үйіне бара қалдым. Сонан шығып көмірді алып қайттым. Менің қанымнан қабарым жоқ. Тақсыр, сөзімнің болған сол деседі. Қан мұның адалдығына көз жетіп, бәрекелді, анаңа рахмет. Сенің күнәң жоқ екен, қаным өз жазасын өз тауыпты дейді. Көп дүниелер беріп, ат мінгізіп баланы еліне қайтарып жібереді. Бала жүріп келе жатып, мен кеткелі бір талай жыл болды. Менің үйдегі әйелім не күйде екен деп ойлайды. Түнде ақырын үйіне келсе, әйелі бір жігітпен оңаша бөлмеде қатар қойылған төсекте жатыр екен. Жанынан қылышын суырып алып шабайын дегенде, баяғы насихат сөз есіне түсіп, сол қолымен оң қолын ұстап не істерін білмей тұрған кезде әйелі оянады. Қорқып тұрып келіп, өзінің күйеуін таниды. Бала шуланып әйеліне: сенің бұл не қылығың? Мен далада тентіреп жүрсем, сен жігітпен оңаша жатырсың. Асықпа, жазаңды берермін дейді. Сіздің мұныңыз қате, құлағыңызды салыңыз, мен саған айтайын. Мен сіз кеткенде өзіңізге мәлім жүктемес пе едім? Кеткеніңе 15 жыл болыпты, есептеп қарасайшы. Бұл өзіңіздің жігіт болып қалған балаңыз ғой, дейді әйел. Әйелінің қасындағы өз баласы екен сонда біліп, жігіт онымен құшақтасып, көрісіп, әйелінен кешірім сұрап, татуласады. Сөйтіп, адалдықпен мұратына жетіпті.